Бастай берейін ба? Ұлдана? Иә, апай, бастай беріңіз, запись қосып қойдым. Сәлеметсіздер ма, құрметті әріптестер. Мен нөмір 19 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Минахунова Ляззат Изетайымнамын. Авторлық бағдарламамның тақырыбы зерттеуге бағытталған есептер. Аптасына 1 сағаттан жылына 34 сағатқа негізделген. Енді осы авторлық бағдарламамның мақсаты оқушылардың зерттеу дағдыларын дамыту, шығармашылық ойлауын, математикалық сауаттылығын нығайту. Міндеттері: зерттеу сұрақтарын құрастыру және шешу. Есептерді топтық және жеке түрде шешу. Шығармашылық тапсырмалар арқылы ойлау қабілетін арттыру. 4. Қорытынды жасау және нәтижелерді ұсыну. Осы авторлық бағдарламадан күтілетін нәтиже: оқушылардың жылдам есептей алып, логикалық ойлау қабілеті артады. Шығармашылық тұрғыда ойлау, өздігінен шешім шығаралуға дағдыланады. Зерттеу дағдылары дамиды. Математикалық сауаттылықтары артады. Есте сақтау қабілеті және білімге деген қызығушылығы шыңдалады. Бұл бағдарлама менің негізінен 4 бөлімнен тұрады. Бірінші, зерттеу сұрақтарын құрастыру және талқылау. Есептерді шешу әдістері мен тәсілдері. 2. Үшінші, шығармашылық тапсырмалар мен жобалар. 4. Нәтижелерді талдау және қорытынды жасай білу. Бұл бағдарламаның құрылымы. Енді осы бағдарлама бойынша бір үлгілі тапсырмаға тоқтала кететін болсам, мысалы оқушыларға құрылысшы, мынау құрылыста деген сурет арқылы оқушылар өздерінің алған білімдерін пайдалана отырып, мына құрылысқа қанша кірпіш қажет. Және бір ескере кететін жай, осы жерде оқушыларға мына жерде қосымша кірпіш деген сөзге көп назар аудару керек, көңіл бөлу керек. Енді балалар зерттеуге бағытталған сұрақтарды өздері құрастырады. Бірінші, балалар мына суретке қарайды да, құрылысты жасау үшін қанша кірпіш қажет? Ол үшін бірінші, мына бір қатарда қанша кірпіш барын анықтайды, санайды балалар сурет бойынша. Екінші, осындай қатарда нешеуі бар? Міне өстіп олар сол қатардағы кірпіштердің санын тауып алады. Үшінші, баса көңіл аударатын нәрсе, міне қосымша кірпіш. Ар жағында және мынандай қосымша кірпіш тұр. Осы кірпіштердің барлығын қосу арқылы қанша кірпіш қажет деген талдай отырып тұжырымға келеді. Және осы сияқты күнделікті математика өмірде, мысалы тігінші бір белдемше жасау үшін қанша мата қажет? Күнделікті дүкенге барған кезде төлемді қалай есептеуге болады? Одан қанша қайтарымға оқушы қайтарып алу керек? Өздері топпен ақылдаса отырып, бірінші зерттеуге бағытталған есептерді құрастырады. Сол сұрақтарға жауап бере отырып, шешім табады. Енді осы бағдарламаны мен қорыта келгенде, зерттеуге бағытталған есептер бағдарламасы бастауыш сынып оқушыларының логикалық шығармашылық, сыни ойлау қабілеттерін дамытуға бағытталған. Бағдарлама арқылы балалар нақты өмірмен байланысты, танымдық мәселелерді, тапсырмаларды орындай отырып, өздерінің зерттеушілік дағдыларын жетілдіреді. Бұл жерде оқушылардың белсенділігі артады, өз бетінше шешім қабылдайды, талдайды, салыстырады, ойлау қабілеттері дамиды. Бұл бағдарлама болашақта оқушылардың жан-жақты дамыған тұлға қалыптастыруға берік ілгетасы болуға тиісті.
Менің қысқаша айтарым осы, шолып өттім. Енді көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Егер сұрақтарыңыз бар болса, қойсаңыздар болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Егер сұрақтарыңыз жоқ болса, келесі сөз кезегін бастауыш сынып мұғалімі әріптесім Борашева Жазира Қаһарманқызына беремін. Жазира апай, апай, микрофоныңыз қосып бастай беріңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Өзімді таныстырып өтсем, 19-шы жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Борашева Жазира Қаһарманқызы боламын. Менің бүгінгі қорғайтын авторлық бағдарламам математика сабағындағы бастауыш сыныптардағы логикалық математика. Бұл бағдарламамның негізгі мақсаты оқушылардың логикалық ойлауын дамытып, оларға математиканың негіздері мен заңдылықтарын жеңіл әрі қызықты тәсілмен үйрету. Бағдарлама келесі міндеттерді көздейді: шығармашылық және аналитикалық ойлау қабілетін арттыру, логикалық тапсырмалар мен жұмбақтар арқылы ойлау дағдыларын дамыту, оқушылардың топтық және жеке жұмыс арқылы өз бетінше ойлау машығын дамыту. Бұл бағдарламада күтілетін нәтиже: бағдарлама арқылы оқушылардың логикалық ойлау қабілеті айтарлықтай дамиды. Есептерді жүйелі түрде шеше отырып, өз беттерінше ойлау дағдыларын қалыптастырады. Сонымен қатар, топтық жұмыс пен интерактивті тапсырмалар арқылы сыныптастағы ынтымақтастық пен өзара түсіністік нығаяды. Бағдарлама негізінен 4 бөлімнен тұрады. Бірінші, логикалық тапсырмалар мен жұмбақтар. Мұнда оқушыларға қарапайым логикалық есептер, сөз жұмбақтар және сәйкестендіру тапсырмалары ұсынылады. Мысалы, суреттер арасындағы ұқсастықтарды табу, немесе сандар қатарындағы заңдылықтарды анықтау. Екінші бөлімі қисынды есептер мен диаграммалар. Бұл бөлімде оқушыларға мәліметтерді талдау, қисынды салыстыру және диаграммалар көмегімен ақпаратты жүйелеу тапсырмалар беріледі. Үшінші бөлім үлгілер мен заңдылықтарды іздеу. Оқушылар мысалдар арқылы белгілі бір үлгілерді анықтап, өз бетімен ережелер құруды үйренеді. Төртінші бөлім ойын элементтері арқылы логика дамыту. Мұнда оқу процесі ойындық әдістермен алға жылжытып, логикалық ойды интерактивтік тапсырмалар арқылы белсенді түрде дамыту көзделген. Бір үлгі тапсырмаға шолу жасап өтетін болсақ, оқушылардың жас ерекшелігіне сәйкес заңдылықтар құрылады. Менің бағдарламамда заңдылықтарға берген тапсырмалар жетеді. Бұл жерде қандай да бір қатарлар беріледі, сандық қатар, әріптік қатарлар. Сол кезде балалар ойланып отырып, арасындағы заңдылықтарды анықтайды. Мысалы, 3, 6, 11, 18, 27 ары қарай келесі санды тап дегенде балалар заңдылықтарды анықтау керек. Бұл жерде тақ сандар қатары арасына қосылу арқылы келесі сан анықталады. Сонда бұл жердегі жауап 38. Немесе әріптік логикалық тапсырма беріледі, заңдылықтарды анықтау. Бұл жерде, мысалы, мына берілген тапсырмада ағылшын әріптерінің қатары, яғни балалар ағылшын әріптерінің орналасу ретін, әліпбиін білу қажет талап етеді. Сонымен қатар логикалық салыстыру. Айдос Асқардан үлкен, Асқар Берікпен құрдас, Берік Даниярдан кіші. Ең кішісі кім? Бұл жерде жауабы Данияр. Жалпы осындай логикалық тапсырмалардың өте көптеп берілген, оқушылардың жас ерекшелігіне сай, тиімді, ойлануға ыңғайлы және логикасын дамытады. Қорыта келе, осылайша ұсынылған бағдарламамыз оқушыларға математиканың негізгі
заңдылықтарын жеңіл әрі тиімді меңгеруге, логикалық ойлау мен сын тұрғысынан ойлауды дамытуға мүмкіндік береді. Бағдарламаның құрылымы мен әртүрлі тапсырмалар арқылы әр оқушы өз мүмкіндіктерін толық пайдаланып, білім алуда жаңа белестерді бағындырады деп сенемін. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ары қарай барынша осы авторлық бағдарламамды қолдап таратуларыңызды сұраймын. Сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Келесі сөз кезегін әріптесім Бақытгүлге беремін. Әріптестер, бағдарлама туралы пікірлеріңіз болса, чатқа жаза берсеңіздер болады. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, сәлеметсіздер ме? Мен номер 19 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Жәнібекова Бақытгүл Намияловна. Менің авторлық бағдарламам 5-6 сынып оқушыларына арналған авторлық жұмыстың тақырыбы оқылым дағдысы бойынша оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. Бағдарлама Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі ұсынған және бекіткен оқулықтары мен әдістемеліктеріне сүйене отырып жасалды. Бағдарлама аптасына 1 сағат, жылдық сағат саны 34 сағатты құрайды. Өздеріңіз жақсы білесіздер, 2016 жылы жаңартылған бағдарлама енгізілгеннен бастап, біз тілдік дағдылармен, яғни тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдылармен жұмыс жасап келеміз. Бұл дағдылар бір-бірімен тығыз байланысты және тіл үйренуде, дамытуда жүйелі түрде қатар қолданылады. Мысалы үшін оқушы мәтінді оқиды, оқылым, тыңдалым, кейін өз ойын айтып береді, айтылым, соңында сол көтерілген мәселе бойынша өзіндік пікірін жазалады. Бұл жазылыммен ұштасады. Оқылым дағдысы бұл адамның жазбаша мәтінді түсініп, оның мазмұнын, құрылымын және мағынасын саналы түрде қабылдау қабілеті. Оқылым дағдысын дамытуда мәтінмен жұмыс маңызды рөл атқарады. Мәтінмен жұмыс оқылым дағдысын жетілдірудің негізі болып табылады. Менің бағдарламамның мақсаты оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, олардың оқу дағдыларын жетілдіру арқылы өз ойларын еркін әрі терең жеткізу мүмкіндігін қалыптастыру, сыни ойлау, қиялдау және шығармашылық өнім жасау қабілеттерін арттыру. Бағдарламаның өзектілігі қазіргі ақпараттық қоғамда оқушылардың сыни ойлау қабілеттері мен шығармашылық дағдыларын дамыту аса маңызды болып табылады. Бұл дағдылар оқушылардың өмірлік қиындықтарды қажет. Сонымен қатар оларды тиімді оқуға және оқу процесіне қызықтыру үшін өте маңызды. Бағдарламадан күтілетін нәтиже: оқушылар мәтінді терең және сыни тұрғыдан оқып, өз пікірін нақты әрі түсінікті жеткізе алады. Әр оқушы өз шығармашылығын дамыту арқылы танымдық белсенділігін арттырады. Шығармашылық қабілеттері дамып, көркем шығармалар мен эсселер жаза алады. Оқушылардың сындарлы ойлау қабілеті, жеке пікірін білдіру дағдылары қалыптасады. Бағдарламаның ерекшелігін, яғни жаңашылдығына тоқталатын болсақ, біз оқылымды екіге бөліп қараймыз: белсенді және бейтарап. Бейтарап оқылым оқушылар мәтінге сыни талдау жасауды мақсат етпей, өзінің қызығушылығы үшін оқиды. Бірақ сыныпта басты назарда белсенді оқылым тұруы қажет. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін тиімді әдіс тәсілдерді қолдану, атап айтқанда оқиға картасы әдісі, дубляж әдісі, 5 жолды өлең әдісі, кітап көбелегі әдісі, мозаика әдісі, тағы да басқа әдістерді атап өтуге болады. Болжау әдісі бұл оқушылардың оқылым дағдыларын дамытатын белсенді әдістердің бірі. Яғни олар мәтінді оқымастан бұрын мәтіннің мазмұнын болжауға тырысады. Мәтінге саяхат әдісі: оқушылар мәтінді оқи отырып, әр бөлімнен кейін оны талдайды және келесі бөлімді ашу үшін берілген тапсырмаларды орындап отырады.
Жобалау әдісі. Оқушылардың өз бетімен шығармашылық тапсырма орындауын, зерттеу жүргізуін, нақты нәтижеге қол жеткізуін көздейтін белсенді оқыту әдісі. Бұл әдіс оқылым дағдысын дамытумен қатар, сыни ойлау, коммуникация, ынтымақтастық және өзіндік пікір қалыптастыру қабілеттерін жетілдіреді. Жобалау әдісінде оқушылар бір тақырыпты таңдап алады, сол бойынша жоба, яғни проект жасайды. Ол жобаның мақсаты, міндетін, қорытындысын, өзектілігін қояды және таныстырылым жасап қорғайды. Мәтінді жалғастыру әдісі. Оқушылардың шығармашылық қиялын, логикалық ойлауын, мәтінмен жұмыс істеу дағдысын дамытатын өте тиімді әдістердің бірі. Бұл оқылымнан кейінгі кезеңде жиі қолданылады. Қазіргі таңда оқылым дағдысы бойынша оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуда тиімді, белсенді әдіс тәсілдер өте көп. Бірақ біз оны баланың деңгейіне, жас ерекшелігіне қарай дұрыс таңдап жұмыс жасата білуіміз керек. Қорытындылай келе, бұл бағдарлама оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытумен қатар, олардың мәтінмен жұмыс істеу дағдыларын тереңдетеді. Әр оқушы өзіне тән ерекшеліктерін көрсете отырып, мәтіндерді түсіну мен талдаудағы мүмкіндіктерін арттырады. Бағдарлама оқушыларға тек білім ғана емес, шығармашылық әлеует пен еркін ойлауды да ұсынады. Оқушы мектеп қабырғасында алған білімін өмірде тиімді пайдалана алады. Бұл олардың болашақта кез келген салада табысты болуына ықпал етеді. Бағдарламаның хаттамасы, пікірі, лицензиясы. Және республикалық жарқын болашақ қазақ тілі олимпиадасында менің оқушым Шәріп Әсемай сөз шеберлері, яғни көркем шығармалар талдау бағыты бойынша аудандық кезеңде бірінші орынды иеленіп, қалалық кезеңде 3-ші дипломмен марапатталды. Бұл менің оқылым дағдысы бойынша жасаған жұмысымның кішкентай болса да нәтижесі деп білемін. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Енді кезекті мен өзімнің әріптесім Қанатханға беремін. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің есімім Жакуп Қанатхан Жанатханұлы боламын. Мен Медеу ауданы 19 мектептің дене шынықтыру пәні мұғалімі боламын. Мен таңдаған тақырыбым қазақ Менің таңдаған тақырыбым қазақ ұлттық ойындары. Оның ішіндегі тоғызқұмалақ ойыны. Дәл кісіге тоғызқұмалақ ойыны қазіргі кезде Қазақстанда ең кен дамыған спорт түрі деп айтса болады. Ол кіріспе бөлімде тоғызқұмалақ ол ата-бабамыздан кеткен ойындар болып есептеледі. Ол тоғызқұмалақтың ережесін айта кетсем сіздерге. Ол тоғызқұмалақты 81 тас болады бір командада, бір ойыншыда. Ал екіншісінде 81 тас болады. Қай ойыншы көп тас жинайды, сол ойыншы жеңіске жетеді. Кісілер қазір көрсетіп жіберейін. Орысшасы да, қазақшасы да бар. Міне сіздерге ойын ережесі. Орысшасы, қазақшасын айта берейін. Жүріс жасау кезінде ойыншылар тарапынан кезектесіп жүріледі. Жүрісті кім жасайтын жерлермен немесе қарсыластың келісімімен анықтауға болады. Жүріс жасаусын өз жағындағы оталардың бірінен бірін орнына қалдырып, қалған құмалақтарды қолға алып, солға қарай бір-бірінен таратамыз. Тоғызқұмалақ ойында құмалақтарды жұп санын алған ойыншы көп жинаған ойыншы ұтады. Ережесі бойынша. Тұздық алу дегеніміз, міне, тоғызқұмалақ ойында ең керек нәрсеміз тұздық алу. Тоғызқұмалақ ойында құмалақтан басқа ойында бір рет тасты отау алуға болады. Ой ережесі тұздықты қазақ тілінде тұздық деп атайды. Тұздық алу үшін жүріс жасаған кезде қарсыластың екі құмалағын бір отауына таратқан құмалақтың соңына түсу керек. Сонда сол атауда қалыптасқан үш құмалақпен бірге отау отып алып, оның аяғына дейін сіздің мешітіңізде айналады. Яғни, түскен ұпайлардың бәрі сізге есептеледі.
Тұз, мына жаңа түсіндірген тұздық деген осы. Атысу ережесі деген ойын аяқтауға жақындаған сайын әр ойыншының оталарында құмалақ таусыла бастайды. Әр Вау. құмалақ сайын немесе Қалай? тұздыққа Жалғастыра беріңіз ағай, біреудің микрофоны қосылып кетті. ойын аяқтауға жақындаған сайын әр ойыншының отауларында құмалақ таусыла бастайды. Әр құмалақ ұтып алған сайын немесе тұздыққа түскен сайын қарсыластардың жүрісі мөлшері кеми береді. Сондықтан ойын соңында қарсыластардың отауына жүріс жасай алмайтын жағдайда кездеседі. Ойыншылардың бір-біріне отауындағы құмалақты бірінші таусылып, жүріссіз қалу атсалысу деп аталады. Яғни орысшасы тоғызқұмалақ ойындары тек дене шынықтыру пәні емес, математика, Қазақстан тарихы және география пәнінен байланысуға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Сұрақтарыңыз болса, микрофондарыңызды қосып қойсаңыздар болады, немесе чатқа жалпы бағдарлама туралы пікірлеріңізді жаза беріңіздер.